Цикорий. Көгілдір әдемі гүлдері бар жабайы өсімдік. Цикорийдің емдік қасиеттері мен артықшылықтарын асыра бағалау қиын. Цикорий шайының дәмі кофеге ұқсайды, бірақ оны абайлап қолдану керек. Цикорий белгілі бір аурулармен ауыратын адамдарға зиянды болуы мүмкін. Достар, видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басып кетулеріңізді сұраймын. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Цикорийдің дәрумендік құрамындағы артықшылықтары. Цикорийдің құрамында А, В, С, Е дәрумендері, сонымен бірге калий, натрий, магний, кальций, темір, ақуыздар, май, эфир майы, органикалық қышқылдар және ащы және шайырлы заттар кездеседі. Цикорий көгілдір гүлдері бар ұзын өсімдік. Емдік тамыры 1,5 метрге дейін жетеді. Ежелгі заманнан бері бұл өсімдік өзіндік емдік қасиеттерімен танымал болды. Көптеген елдердің тұрғындары цикорий жапырағын салаттарға пайдаланады. Тамырларын құрғатады және одан таңғы кофе алмастыратын сусын дайындайды. Өткен ғасырдағы еуропалық жазушылардың шығармаларын оқығанда цикорий туралы жиі айтуға болады. Цикорий күзде, яғни гүлдері мен жапырақтары солған кезде жиналады. Сонымен бірге тамырын қазып алып, күн астында жуып құрғатады. Кептірілген өсімдіктерді қағаз пакеттерде 3 жылға дейін сақтауға болады. Цикорийдің пайдалы қасиеттері және оларды қолдану. Цикорий жапырақтары салаттарға қосылады. Олар С витаминіне бай, бірақ оларды көп мөлшерде тұтынуға болмайды, себебі олар аллергия туғызуы мүмкін. Цикорийдің барлық артықшылықтары оның емдік тамырында жатыр. Цикорий кофе сияқты дәмі бар сусын дайындау үшін өте танымал. Цикорийден кофені келесідей дайындайсыз. Ашық қоңыр түске дейін 100-200 грамм құрғақ өсімдік тамырын қуырыңыз. Содан кейін оны кофе тартқышта ұсақтайды. 1-2 шай қасық цикорийдің тамырын 1 стақан қайнаған суға қайнатады. Сусын тым ащы болмау үшін оған бал немесе қант қосылған дұрыс. Жоғары қысымға байланысты табиғи кофе іше алмайтын адамдар үшін цикорий кофесі оны керемет түрде алмастырады. Бірақ қан қысымы төмен адамдар цикорийден бас тартуы керек. Цикорийді сүтпен ішкен жақсы. Оны сіңіруге көмектеседі. Сонымен қатар бал, лимон, алма шырыны қосылған өсімдік тамырынан жағымды салқын сусындар дайындауға болады. Сонымен қатар цикорий әртүрлі тағамдар мен кондитерлік өнімдерге қосылады. Цикорийдің емдік қасиеттері қабынуға қарсы, ыстықты түсіретін, тыныштандыратын және ұйықтататын әсерге ие. Таңертең бір шынаяқ цикорийлық кофе немесе шай жандандырады, ал кеште егде жастағы ұйқысыздықты емдейді. Цикорийден табылған инулин бұл крахмал мен қант алмастыратын полисахарид. Сондықтан цикорийді қант диабетімен ауыратындардың диетасына қосуға болады. Калий жүрек бұлшықеттерінің және бүкіл дененің күйін қалыпқа келтіреді. В дәрумендері жүйке жүйесіне, темір, қан түзу жүйесіне оң әсер етеді. Цикорий гастрит, бүйрек, көкбауыр, бауыр ауруларын емдеуге және олардың алдын алуға қолданады. Асқазан, ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Аурудан арылуға көмектесетін көптеген танымал рецептері бар. Гастрит пен көкбауырдың кеңеюін емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған тамырды қайнатылған жарты литр суға құйып 2 сағат қалдырыңыз. Сүзіндіні күніне 2 рет тамақтанар алдында жарты стақаннан ішіңіз. Цикорий тері аурулар мен безеулерге де көмектеседі. Сонымен қатар арықтауға көмекші құралы ретінде қолданылады. Рецепті қарапайым 1 шай қасық туралған тамырды 1 литр суға 10 минут қайнатасыз. Күніне 3 рет жарты стақаннан алыңыз. Егер сіз семіздікті емдеу үшін цикорийдің қайнатпасын ішсеңіз, цикорий тәбеті тудыратынын ескеруіңіз керек. Сондықтан сіз бұл құралды диета мен жаттығумен ұштастыруға тырысуыңыз қажет. Цикорий тамырының тұнбасы мен қайнатпасы тіс аурулары, буын аурулары, цинга және жалпы тоник ретінде қолданады. Сабақтың жаңа шырыны анемияға пайдалы.
цикорийді қолдануға қарсы көрсеткіштер. Көптеген дәрілік өсімдіктер сияқты үлкен артықшылықтардан басқа цикорийде қарсы көрсеткіштер жеткілікті. Оны асқазан мен ішек ойық жарасы бар адамдар қолдана алмайды.